Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін каналымызда өте оңай жасалынатын және әдемі болып берілетін тамақтардың бірі хамир хасиб жасайтын боламыз. Бізге керегі жылы су. Жылы суға тұзымызды ертіп аламыз жақсылап. Енді осы суымызды өлшеп алған ұнымыздың үстіне біртіндеп құйып отырып, тығыз қамыр илейтін боламыз. Мен бірінші қасықпен иледім. Осылай аз-аздан құйып отырып илеп қою болғаннан кейін қолмен илеп бастаңыздар. Осылай қолымызбен жақсылап қысып отырып тығыз қамыр жасайтын боламыз. Басында бірікпеуі мүмкін. Кішкене тынғаннан кейін жақсылап осылай 15 минут сайын илеп отырсаңыздар, жақсы тынып, жақсы жайылатын болады қамырымыз. Мінекей 15 минут өткеннен кейін осылай тағы да бір илеп, екінші рет пакетке салып қоятын боламыз. Енді бізге ет керек, 500 граммдай ет. Менде сіздер етін көп қылып жасасаңыздар да болады. Көп адамға жасайтын болсаңыздар. Осы етімізді 4 бұрыш етіп ұсақтап турап шығамыз. Мінекей осындай кубик етіп. Одан кейін бір пияз керек, және бір үлкен сәбіз, және 3-4 картоп керек. Пиязымызды жіңішкелеп турап алдық. Ал сәбізімізді жаңағы ет сияқты ұсақ етіп 4 бұрыштап турап аламыз. Және картопты да солай 4 бұрыш етіп турап аламыз. Барлығын дайындап алдық. Енді қазанымызға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып, етімізді бірінші салып, жақсылап қуыратын боламыз. Бетін 5 минуттан жауып, еттің өзінің суы тартылғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей жақсылап қуырылған етіміздің үстіне турап алған пиязымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Пиязымыз жұмсарғанша. Енді осының үстіне сәбізді салатынбыз. Бұны да жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап араластырып отырып қуырып аламыз барлығын. Енді бір қасық томат салатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып, енді осының үстіне ұсақтап туралған картопты салатын боламыз. Мінекей картопты салып, жақсылап араластырып. Мен мына жерде тұз салған жоқпын, өйткені менде етіміз тұз алған болатын. Егерде сіздеріңіз еттеріңіз тұз алмаған болса, тұз салсаңыздар болады. Қуырып жатқан кезде мен ет тұз алғаннан кейін, бір қайнағаннан кейін тұзын салатын боламын. Суды осылай картоптың бетінен сәл асып тұратындай етіп құятын боламыз. Суды өте көп құймаңыздар. Қазанымыздың бетін жауып, 35-40 минутқа жай отта пісіріп алатын боламыз. Картопымыз піскенше тынып тұрған қамырымызды жаятын боламыз. Осылай бірінші қолымыздың көмегімен және екінші оқтаудың көмегімен осылай бір тегіс етіп жұқалап жайып алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелуді және де пікірлеріңізді, лүпілдеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мінекей қамырымызды толықтай жұқа етіп жайып алдым. Енді осы жайылған қамырдың үстіне сұйық май құятын боламыз. Сұйық майды қолымызбен немесе осылай мен сияқты щеткамен жақсаңыздар болады. Май барлық жеріне тегіс жағылу керек. Сондықтан барлық жеріне тегіс етіп жағып шығыңыздар. Мінекей май толықтай жағылған қамырды осылай
төрт бұрыш етіп кесетін боламыз. Пышақтың көмегімен немесе бауырсақ кесетін кескішпен, мен осындай бауырсақ кесетін кескішпен кесіп шықтым. Сіздерге қамырдың үлкендігін көрсетейін. Кесілген кездегі мінекей менің алақанымдай үлкендігі болады. Осы дайын қамырымызды енді қазанымыздағы картошка мен еттің бетіне май жағын төмен қаратып салып шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды. Ал қазанның астындағы отты баяу етіп қоясыздар. Қамырларымызды толықтай салғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей қамырлары пісіп шықты. Тағамымыз дайын. Осылай әдемі етіп табаның жан жағына айландырып отырып, осылай екіге бүктеп салып шығатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап беріңіздер. Балалар осыны қызыға жейтін болады. Ал салмасын осындай қамырдың табаның ортасына салатын боламыз. Кешкі асқа немесе түскі асқа өте оңай әрі жылдам дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей тағамымыз дайын. Сіздерге қалай орап жеу керек екенін көрсететін боламын. Осылай қамырымыздың біреуін алып, ішіне ас қасықпен қатты толтырмай салмасын салып, осылай қолымызбен бүктеп жей беретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.